Сәлем достар, Супергенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге шайға арналған банан қосылған пирог дайындайтын боламыз. Достар, жылдың соңына дейін сіздермен бірге 1 миллион оқырманға жетуіміз қажет. Ол үшін сіздер осы видеоны достарыңызға таратыңыздар, барынша мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алла қаласа, жыл соңына дейін алтын белгіге, яғни 1 миллион оқырманға жетейік. Банан қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін қажет заттарды дайындаламыз. Толық рецепт описаниеде жазылған. Бізге ұн, қант, сұйық май, сары май, сүт, банан, жұмыртқа, какао, разрыхитель қажет. Толық рецепт описаниеде қарасаңыздар болады. Ең бірінші жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Қантымызды саламыз. Араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Сары майымызды саламыз. Сүтімізді құямыз. Біркелкі масса пайда болғанша араластырамыз. Ұнымызға қамыр қопсытқыш саламыз, яғни разрыхитель, какао саламыз. Ой-ой-ой. Араластырамыз. Ұн илегіштің көмегімен массамызға саламыз. Миксерлейміз. Формамызға аздап сұйық май жағып аламыз. Банандарымызды орналастырамыз. Бізде аздап қалған бананымызды ортасына жүреміз. Қалған ескетімізді құямыз. Енді пирогымызды 150 градуста 30 минуттай пісіретін боламыз. Ағаш шпажкамен піскен-піспегендігін тексеретін боламыз. Егер сіздің пешіңіз әсел пеш сияқты асты мен үсті өте жақын орналасқан болса, онда өте төмен градуста ұзағырақ уақыт пісірсеңіз, сіздің бисквитіңіз ортасы шекі болмай, әдемі болып шығатын болады. Ыдысымызға сүтімізді құямыз, қантымызды саламыз, араластырамыз. Какао саламыз, және де сары майымызды салып, біркелкі масса пайда болғанша араластырамыз. Бұл бізге пирогтың бетіне құюға арналған помадка болады. Иісі деген достар енді прям күшті шығып тұр. Банан жақсы көретіндерге керемет пирог. Жаңағы помадканы мен шыны ыдысқа тезірек салқындасын деп құйған болатынмын. Бұл менде әлі жылылау. Егер салқындатып құйсаңыздар, вообще күшті болады. Енді прям салқындатып емес, аздап салқындатып. Бетін әсемдеуге жаңғақ әртүрлі кокосовый стружка, кондитерлік посыпкалар сепсеңіз болады. Немесе просто өзін шоколадный покрытиямен қалдырсаңыз болады. Немесе кәдімгі өзіміздің үйге дәл қазірге шайға арналған кекс десеңіз, бұндай үстіне помадка құймай, кекске дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде салқындатып кесіңіздер, мен сияқты ыстық кетінше емес.
Қараңыздар, қандай әдемі кусочек. Кәдімгі полноценный торт ретінде дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Дәмі ерекше тәтті, банан қосылған шоколадты пирог, дәмі прям барлығыңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасалуы өте оңай. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеороликте жүздескенше. Айтпақшы, арнаға жазылып, достарыңызға осы видеоны таратуды ұмытпаңыздар.